6 сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English Class 6 Students Book Unit 3 Animals тақырыбы бойынша берілген сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Page 32 and 33, 32-33 бет. Сабақты бастамас бұрын, басқа да пайдалы сабақтарды жібере алу үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарымен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Animals, яғни жануарлар деп аталады сабағымыз. Бүгінгі біз сабақта біз сіздермен бірнеше жануарларды атауын еске түсіретін боламыз, және де бірнеше жануарлардың атауын ағылшын тілінде атауымен танысып боламыз. Exercise 1. Match the animals in the box with photos 1 to 16 in the eye-to-eye quiz on page 33. Which photo isn't an eye? Яғни бірінші тапсырмада сіздерге мынау бірінші тодағы берілген сөздер мен 33-ші беттегі берілген көздерді бір-бірімен сәйкестендіріп, қай суретте көздің бейнесі жоқ, соны табу қажет екен. For example, whale, spider, the first whale, the second spider, the third owl, shark, human, snake, fly, seal, falcon, parrot, frog, elephant, chameleon, butterfly, crocodile, bee. Yes. Балалар, бұл жерде не сурет жоқ болса, мына бізде көбелектің көзі емес, көбелектің қанаты. Yes. Photo number 14 isn't an eye. It's butterfly's wing деп жауап бересіздер. Now exercise 2. Look at the key phrases. Which phrases do we use for things we see and which for things we hear? Which can be used for both? Яғни балалар, төмендегі берген фразаларды топқа бөлуіміз қажет. Қай фразаларды біз көре алатын, жануарлар үшін қолданамыз, қай фразаларды ести алатын заттар үшін қолданамыз деген сияқты фразаларды бөлеміз. The first, things we see, яғни біз көре алатын заттарға it looks like an, it doesn't look like an деген сияқты фразаларды қолданамыз. Яғни ол мынандай нәрсеге ұқсайды, немесе ол бұл нәрсеге ұқсамайды. Яғни көп нүктенің орнына кез келген бір жануардың есімін қойсаңыздар болады. Мысалы, frog, yes? It looks like a frog. Яғни бұл жерде an артиклінің айырмашылығы, артиклін егер де сөз, зат есім дауыссыз дыбыспен басталатын болса, артиклін қолданамыз. Егер де зат есім дауысты дыбыспен басталатын болса, артиклін қолданамыз. Yes? Яғни бұл жерде біздің зат есіміміз дауыссыз дыбыспен басталып тұрғандықтан артиклін қолданамыз. It looks like a frog. Ол бақаға ұқсайды. Ал енді doesn't look like дейтін болсақ, ол бақаға ұқсамайды деген сияқты сөйлем шығады. Now, things we hear. Енді біз тыңдай алатын заттармен it sounds like a, яғни бұл бақаның дауысына ұқсайды. It doesn't sound like an. Бұл бақаның даусына ұқсамайды деген сияқты сөйлемдер қарастырсақ болады. Things we see and hear. Біз көре алатын және тыңдай алатын, мысалы, екеуіне де қолдана беретін фразалар бар. Maybe it's a, яғни мүмкін бұл осындай зат шығар. I'm sure it's frog, яғни мен сенімдімін, бұл құрбақа деген сияқты. Maybe мүмкін, I'm sure мен сенімдімін деп аударылады. Next, exercise 3. Compare your answers in exercise 1 using the key phrases, then listen and check. Бірінші тодағы өзіңіздің берген жауабыңызды дейді. Осы екінші тодағы фразаларды қолдана отырып дәлелдеу керек. Және де тыңдалымды тыңдап, өз жауаптарыңызды тексерсеңіздер болады. Тыңдалымның ссылкасын жоғары жаққа қойып кетемін. Балалар, бұл жерде мен аудармасын жазып қойдым.
егер бұл сөздердің аудармасын білмейтін болсаңыздар, сөздік беттерге жазып жаттап алыңыздар. Whale, kit, spider өрмекші, owl, үкі, shark, акула, human, адам, snake, жылан, fly, шыбын, seal, итбалық, falcon, сұңқар, parrot, тотықұс, frog, бақа, elephant, піл, chameleon, хамелеон, butterfly, көбелек, crocodile, құлдырауын, бия, аю деген сияқты. Now exercise 4. Listen and identify the animals. Use the key phrases in exercise 2. Яғни балалар, бұл жаттығуда сіздер тыңдап отырып, тыңдап отырып, қай жануардың дауысы екенін тауып, осы фразаларды қолданып жауап беруіңіз қажет. The first, an owl, үкі. The second, a fly, шыбын. The third, a frog, бақа. The fourth, a falcon, сұңқар. The fifth, a seal, итбалық. The sixth, a whale, kit. The seventh, a bee, аю. The eighth, a snake, жылан деген сияқты. Яғни бірінші тыңдап болғаннан кейін it sounds like a деп, яғни бұл осындай жануардың дауысына ұқсайды, мүмкін бұл осындай шығар деген сияқты фразаларды қолданып жауап беруіңіз қажет толық сөйлеммен. Next, exercise 5. Check the meaning of the words in blue, then choose an animal in exercise 1 and answer questions 1 to 8. Яғни сіздерге тапсырма мынау төмендегі сұрақта берілген етістіктердің мағынасын тексер дейді. Live дегеніміз өмір сүру, attack шабуылдау, eat қоректену, swim жүзу, fly ұшу, climb өрмелеу, hunt аулау деген сияқты етістіктер. Енді осы сұрақтарға жауап беретін болсақ, мен сіздерге elephant, піл, бие, аю деген жануарларға байланысты сұрақтарға жауап дайындап қойдым. Does it live in this country? Ол жануар осы біздің елімізде өмір сүреді ме? Сіздерге тапсырма бірінші жаттығудан кез келген жануарды алып, осы сұрақтар бойынша жауап беру қажет. No, it doesn't. Yes, піл. Піл біздің елімізде тұрмайтындықтан no деп жауап бердім. Яғни сіздерге осындай yes, it does, no, it doesn't деген сияқты қысқа жауап берсеңіздер болады, немесе мен толық сөйлеммен де жазып қойдым. Сіздерге қайсысын еді? Екеуі де дұрыс. The second, does it attack humans? Ол адамдарға шабуылдайды ма? No, it doesn't. Does it eat meat? Ол ет жейді ме? No, it doesn't. Does it swim? Ол жүзе алады ма? Yes, it does. Does it fly? Ол ұшады ма? No, it doesn't. Has it got more than 4 legs? Оның 4 аяқтан көп аяғы бар ма? No, it doesn't. Does it climb trees? Ол ағашқа өрмелей ме? No, it doesn't. Does it hunt fish? Ол балық аулайды ма? No, it doesn't деген сияқты қысқа жауап береміз. Next, енді аюға байланысты мен сөйлем құрастырдым. Yes, no демей. Does it live in this country? Bears live in this country. Does it attack humans? Bears sometimes attack humans. Does it eat meat? Bears eat meat. Does it swim? Bears swim. Next, does it fly? Bears can't fly. Has it got more than 4 legs? Bears have got only 4 legs. Does it climb trees? Ол ағаштағы өрмелей ме? Bears sometimes climb tree. And does it hunt fish? Bears hunt fish деген сияқты жауаптар шықты. Next, exercise 6, work in pairs, жұптық жұмыс. Each think of an animal that live in your country, яғни өзіңіздің еліңізде тұратын бір жануарды алып, екеуіңіз бір-біріңізге сол жануарлар туралы сұрақтар қойып отырып, ол қандай жануар екенін табуыңыз қажет. Яғни бұл жерде жасырасыздар ғой. Ол жүзе алады ма? Ол ол аулайды ма? Адамға шабуыл жасайды ма? Не жейді деген сияқты осындай сұрақтар қойып отырып,
жануардың атын табуымыз қажет. Осымен біз 32-33 беттегі жаттығулардың